Жыл сайын оқылатын бір ел бір кітап акциясы аясында биылғы жылға жерлес ақынымыз Қазақстан әнұранының авторы Жұмекен Нәжмеденов және әдебиеттанушы, жазушы Тәкен Әлімқұловтың шығармаларын оқуға ұсынылды. Осы екі жазушының шығармаларын насихаттауда біздің кітапханамызда жұмыс жоспары бойынша көптеген шаралар насихатталып ұсынылуда. Жалпы Тәкен Әлімқұлов шығармашылығына тоқталар болсақ, жазушы Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Баба Ата атты тарихи елді мекенде дүниеге келген. Шығармашылық жолында 2 роман, 7 повесть, 60-қа жуық әңгіме жазып қалдырған екен. Оның Ақбоз атынан бастап Күрең өзен, Тұлпарлар тағдыры, Ең мен жер, Замана екпіні, Тер қоңыр сияқты кітаптарының кейіпкерлері солтүстік топырағының адамдары. Жалпы жазушы шығармашылығын зерделеп, тереңдеп қарайтын болсақ, осы аталған романда болсын, немесе басқа туындыларында болсын, бір сөзді, бір сөйлемді жорамалға сүйеніп жазбаған. Ақбоз ат романы тұңғыш рет 1961 жылы Қаратау перзенттері деген атпен жарияланған екен. Романның алғашқы тарауларында пойызбен елге қарай сапар шеккен екі жігіттің алып ұшқан көңіл күйі, ой толғамдарын суреттей отырып, автор бізді бірден ауыл тіршілігінің қайнаған ортасына алып келеді. Осы жерде романның бас кейіпкерлері Гүлнәш пен Бүркінбай мен елеусіз қарашаштармен танысамыз. Және де Шоңбайдың бәйгенің алтын бермейтін екі тұлпары Торал аяғы мен Ақбоз атының төңірегінде әңгіме өрбиді. Ақбоз аттың тізгінін уысына ұстауды армандаған Бүркінбай ел құлағын елең еткізер бір жайтты куә етеді. Туған перзенті жар дегенде жалғыз қызы Гүлнәшті Ақбоз аттың бір құны үшін Шоңбайдың балалы шағалы ұлы Асылбекке әйел үстіне күйеуге беруге қияды. Осылай тұлпар тағдырына енді Гүлнәштің тағдыры сабақтасады. Асыл тұлпардың тұяғына туған қызының тағдырын қиып жіберген Бүркінбайдың әрекетінде не сыр жатыр? Тұлпар дегенде ішкен асын жерге қоятын, жалғыз жүрегін суырып беруге дайын тұратын қазақи мінезі ме? Төрт түліктің ең ақылдысы жылқы болса, жылқының ең ақылдысы бишісі деп келеді де, жазушы адамнан музыканы артық түйсінетін жылқылар бар екенін айтады. Тәттімбеттің Ақбоз аты домбыраның сазына орай билеген, балуан Шолақтың аты қаңтарусыз тұрса, ақан серінің қосалқарды Мақпалқара соңынан қалмай еріп жүрген. Осы тарихи деректердің барлығын қаламгер халықтың өзінен алған, жинаған, ұзақ жылдар саралаған. Жылқының, жүйріктің қасиеттері туралы жазушының Ақбоз ат романынан бастап Тұлпарлар тағдыры туралы кейінгі шығармаларының бәрінде де көрініс табады. Жылқының қасиеттеріне, тегіне, түр-түсіне, мінезіне қатысты білгендерін, көргендері мен көңілге түйгендерін жазушы көркем шығармаларында молынан шығармашылық үлкен шеберлікпен. Бұл айтылған жайларға қоса автордың бәйгенің қашықтығы, жердің табиғаты, ат суытудың жолдары мен тәсілдері, жүйрік аттың сыны мен бабы, оған қатысты халықтың ырымы мен әдеті жайындағы байыптауларын да есте ұстауға мақсат. Осы екі тақырыпты жазушы арқау етті. Ақбоз ат пен күймелер. Сүгірдің домбырасына құйылған өнер Тәкен ағаның көкейіне қонғанда. Жазушының қай шығармасын оқысаңыз да әр бөліміне жүйрік аттың дүбірі, көңіл шалқыдар күмбірлеген күйін күмбірлесіп тұрады. Егер жастар осы шығарманы ала болса, қазақ деген